Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейге мемлекеттік сапармен барды. Бүгін қос ел президенті стратегиялық әріптестік пен одақтастық туралы декларацияға қол қояды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин энергетика, сауда және транзит бағыттарындағы серіктестікті тереңдету мәселесін талқылайды. Сондай-ақ Орал қаласында өтетін 21-ші Қазақстан мен Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумының пленарлық сессиясына бейне байланыс арқылы қатысады. Жалпы бұл сапардан не күтеміз? Бұл жайында саяси сарапшы Жандар Асанмен талқылаймыз. Жандарымызға қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Мемлекет басшысы кездесуді екі жақты ынтымақтастыққа зор оң әсер ететін маңызды оқиға деп атап өтті. Бұл сапардың енді стратегиялық мәніне де саяси серіктестікті арттыру, мынау экономикалық интеграцияны күшейту, әлде әріптестікке тепе-теңдікті сақтау болып табыла ма? Рахмет, сауалыңыз орында. Жалпы халқымызда көршімен өзара бірлік, тату тірлікте тұру біздің бағыздан келе жатқан ұстанымдарымыздың бірі халқымыздың. Сондықтан да қазіргі жағдайда, қазіргі ахуалда осы көршімен, әсіресе Ресеймен, шығысымызда Қытаймен және де өзге де мемлекеттермен өзара стратегиялық, дипломатиялық қарым-қатынастарды нығайту Қазақстанның қазіргі күндегі басты стратегиялық ұстанымы дипломатиядағы. Сондықтан да мемлекет басшысы кешегі Қазақ-Ресей ынтымақтастығы алға жол сілтер темірқазық атты мақаласында осы қазақ-орыс қарым-қатынасының ежелден түп тамырын тарқатып және де болашақтағы басым бағыттарға негізгі назар аударды. Жалпы мемлекет басшысының 12-ші бүгінгі кешегі күнде Ресейге мемлекеттік сапары Қазақ-Ресей қарым-қатынасындағы ынтымақтастықтың жаңа көкжиектерін бағамдап, алдағы бағыттарын айқындауға негізгі түрткі болып табылады. Жалпы қазіргі таңда осы қос мемлекет арасындағы стратегиялық бағытты негізгі үш бағытта қарастыруға болады. Бірінші ол саяси серіктестікті арттыру. Сонау егемендіктің елең алаң жылдары 1992 жылдан басталған Қазақ-Ресей қарым-қатынасы күні бүгінге дейін өзара сенім, ынтымақтастық және де өзара тату мақсатында дамып келе жатыр. Жалпы ол Қазақ-Ресей қарым-қатынасындағы тұрақтылық, жалпы аймақтағы тұрақтылықтың басты кепілі болып табылатындығын атап өту керек. Бұл әсіресе қазіргі мынау геосаяси жағдайда санкциялардың артуы және де мынау жаһандық бөліністер белең алған кезеңде үлкен маңызға ие болып табылады. Жалпы екінші стратегиялық бағыт ол мынау тепе-теңдікті сақтау. Мемлекет басшысының, жалпы Қазақстанның қазіргі таңдағы басты ұстанымы саяси мәселеде көпвекторлық саясатты ұстану. Яғни біз Еуропалық одақ мемлекеттерімен де, ақш-пен де, мынау араб елдерімен де, шығыста Қытаймен де, Ресеймен де, жалпы барлығымен де өзара теңдік, өзара достық рәуіштегі дипломатияда басты ұстанымды реттейміз. Бұл біз сияқты осы дамушы мемлекеттердің одан әрмен қарай дамуына негізгі түрткі болып табылады. Ал енді үшінші бағыт мынау экономикалық прагматизм, яғни бұл деген сөз не? Бұл деген сөз Қазақстанның осы Еуразиялық экономикалық кеңістіктегі және де мынау өзге де ТМД тәуелсіз мемлекеттер достастығы сияқты ұйымдардағы экономикалық басым бағыттарды алға қарай дамыта беру біздің осы Қазақ-Ресей ынтымақтастығының негізгі үш басым бағыты болып табылады. Түсінікті, экономиканы айттыңыз, жалпы екі ел арасындағы сауда айналымы 28 миллиард долларға жеткен екен. Енді Қазақстан бұл межені 30 миллиард долларға дейін жеткізуге мүдделі. Осы өсімнің драйверлері қандай салалар болмақ? Бәлкім энергетика, көлік логистика, әлде өнеркәсіп, әлде жаңа технологиялар саласы ма? Дұрыс айтасыз. Ресей Қазақстанға осы экономикалық тұрғыдан ең үлкен серіктес мемлекеттердің бірі де бірегейі. Бұған себепті жоқ емес. Сонау ұлан-ғайыр шекарамыздың шектесіп жатуы және де сонау тарихи бастаулардың бірге осы мемлекеттердің ортақ тарихи кеңістікте болуы біздің мемлекеттер арасындағы сауда-экономикалық бағытындағы негізгі әріптестікке
серпін береді. Қазіргі таңда осы сауда айналымын 28 миллиардтан 30 миллиардқа дейін арттыру бұл енді символдық цифр болып табылады. Десе де осы мынау энергетика бағытындағы, әсіресе мұнай газ химия секторындағы және де мынау атом энергетикасы секторындағы жаңағы сауда айналымын арттыру қазір мемлекеттер арасында негізгі басым бағыттың бірі. Бұдан бөлек көлік логистика бағытын атап өту керек. Әсіресе мынау солтүстік оңтүстік бағыты, одан кейін мынау Транскаспий бағыты біздің осы Ресей арқылы әлемдік нарыққа, соның ішіндегі еуропалық нарыққа шығуымызға негізгі түрткі болып табылады. Қазақстанды білесіз, осы мынау логистикалық хаб ретінде орталық Азиядағы, жалпы әлемдегі ең іргелі логистикалық хаб ретінде өзінің жаңағы даму бағытын айқындап келе жатыр. Біздің осы ұлан-ғайыр атыраптан бірнеше жаңағы көлік дәліздері өтеді. Бұл біздің осы мынау Қытаймен батыс пен шығыстың, солтүстік пен оңтүстіктің арасындағы логистикалық әлеуетіміздің одан әрмен серпін беруіне негізгі түрткі болып табылады. Жалпы осы біз Ресей арқылы мынау Азия мен Еуропаны жалғап, біздің осы көлік логистика бағытында да негізгі осы жаңағы көзделген сауда айналымын арттыруға түрткі болып табылады. Үшіншіден, өнеркәсіп мәселесі. Біз Ресеймен машина жасау саласында, одан кейін агроөнеркәсіп саласында, сосын мынау құрылыс материалдары саласында сауда айналымын жоғары деңгейге жеткізудің басты көздерінің бірі екендігін атап өткен дұрыс. Түсінікті. Енді тағы да бір алып қосарыңыз болса, алып қосарым бар. Тағы да бір ата кететін дүние, осы мемлекет басшысы биылғы жылғы халыққа арналған жолдауында цифрландыру және жасанды интеллект мәселесіне үлкен бір маңыз бергенін білесіздер. Бұл бағытта да, әсіресе жасанды цифрлық технологиялар бағытында да Ресейдің бірқатар іргелі компаниялары, іргелі жаңағы өнеркәсіп орындары бар. Сонымен қатар осы цифрлық технологияларда да біздің осы сауда айналымы артады деген сенім бар. Жаңа технологиялар бағытында да, иә? Түсінікті. Рахмет, Жандар мырза, студиямызға келіп ой бөліскеніңізге. Құрметті көрермен, студияда қонақта болған саяси сарапшы Жандар Асан.